Жүйкеңіз шаршап, ұйқыңыз келмей жүрме? Оңай ұйықтаймын десеңіз, біздің каналға тіркеліңіз. Қазақ медицинасы жатардан жарым сағат бұрын айранға тойып ұйықтауды ұсынады. Бүгінгі медицина ой еңбегі мен дене еңбегінен қатарынан шаршауды да оңай ұйықтаудың жолы ретінде қарастырады. Көбінде жатардан 1 сағат бұрын таза ауада көбірек жаяу жүрудің де ұйқыға пайдалы болатыны айтылады. Бұдан сырт қазақ медицинасы ұйқы қашуды емдеуде төмендегідей рецепттер ұсынады. Бірінші рецепт. Кепкен тұт жемісі және оймақ гүлдің әрқайсысынан 15 граммнан алып, суға қайнатып таңертең кеште ішеді. Бұл рецепт жүйке әлсіздігіне ем ретінде істетіледі. Екінші рецепт. Сасыр шайыры 0,3 грамм алып, қайнаған сумен ұйықтар алдында ішеді. Үшінші рецепт. Саранадан 15 грамм, зейіншектен 9 грамм, арша бірінен 15 граммнан дайындап, барлығын қосып, суға қайнатып ішеді. Төртінші рецепт. Жібек қараған қабығынан 15 грамм, ақ шұғынықтан 6 грамм алып, суға қайнатып, күніне 2 рет ішеді. Бесінші рецепт. Сия дәрілік шөбінен 30 грамм, асқабақ ұрығынан лайықты мөлшерде алып, талқандап, адамның омырау сүтіне араластырып, желкеге, маңдайға таңып қояды. Айтпақшы, жатар алдында телевизор көрмеңіз, ұялы телефон тұтынбаңыз, ой кеселді нәрселерден, ұрыс-керістен мүлдем аулақ болыңыз. Былайша айтқанда, өзіңізді тап-таза ұйқыға дайындап үйреніңіз. Жатар орынды өте жұмсақ ұстаудың да денсаулыққа зиянды екенін ұмытпаңыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіз қазақ медицинасына тән болған көптеген құпиялықтар туралы құнды мәліметтер алатын боласыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.